Баршаңызға сәлем сұлуларым. Мен бүгін сіздерге алқордан жасалынатын ерекше пирогтың рецептін ұсынамын. Ең алдымен песочный тестамызды дайындаймыз. Ұнымызға салқын сары майымызды салып, крошка жасаймыз. Осылай крошка жасап алғаннан кейін жұмыртқамыздың сарысын, шым-шым тұзымызды, қаймағымызды және де қант ұнтағын салып, жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін салафанға немесе пищевой пленкаға орап 15-20 минутқа тынықтырып қоямыз. Ақуызға ақырындап қант ұнтағын сала отырып миксерлейміз, яғни меренга дайындаймыз. Ақуызыма сары уыз түсіп кеткендіктен менде ақ меренга шықпады. Бірақ сонда да пирогым өте керемет дәмді шықты. Сосын жұмыртқамызға қаймағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Меренгамызға жаңағы қоспамызды салып, жақсылап араластырып, сосын ұнымызды саламыз. Ескеріп кететін жайт, ұнымызды салған кезде ұнымызды жақсылап араластыру қажет. Әйтпесе, ұн жақсы араласпай түйін болып қалады. Сосын табамызды майлап, песочный тестамызды жайып шығамыз. Жайып шыққаннан кейін вилкамен тесіп шығамыз. Сосын алқорымызды саламыз. Алқоры бұл екінші қабаты. Алқорыдан кейін сухарикімізді, қант ұнтағымызды саламыз. Сосын үшінші қабатымыз сұйық тестамызды құямыз. Егер алқорыларыңыз батпай қалса, лопатканың көмегімен басып жібересіздер. 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен пирогымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.